Түнгі 1:30 шамасында телефонды қызықтап қарап отырғанмын. Сол сәтте топтық чатқа куратордан хабарлама келді. Барлығың тез арада жатақханаға оралыңдар. Есік пен терезелерді жабыңдар. Дәлізде электр сымдары тұтанып кетті. Қызметкерлер ақауды жою үстінде. Бірақ жатақханада жарық бар ғой. Дәл сол кезде менімен бір жатақханада тұратын құрбымнан хабарлама келді. Мен біздің жатақханаға қолында пышағы бар, есі ауысқан адам кіріп кетті. Есікті ешқашан ашпа. Мен алғашында құрбым Лен қалжыңдап тұрған шығар деп ойладым. Бірақ дәл сол сәтте жатақхана жетекшісі Хуадзе тез есікті жабыңдар. Менің жігітім біздің 8-ші жатақханаға кісі өлтіруші кіріп кетті деп жазды. Мұны естігенде шошып денемді үрей биледі. Хуадзе біздің жатақханадағы жетекші, ал оның жігіті бізден бір курс жоғары оқиды және қарама-қарсы 9-ші жатақханада тұрады. Хуадзе ешқашан босқа қалжыңдамайды. Егер ол бір нәрсе бар десе, демек шынымен солай. Мен дереу есікке қарай жүгіріп құлыптағалы жатыр едім. Сол кезде бөлмелес қыз Тинтин кір жуатын жерге киімдерін алуға кеткені есіме түсті. Бірақ Тинтин әлі оралмады. Біз бөлмеде 4-еуміз тұрамыз. Ең үлкені Хуадзе, екіншісі Зоя. Ол ауырып үйіне кеткен еді. Үшіншісі мен, ал 4-шісі Тинтин. Ол киімін алуға кеткен еді. Біздің қыздар жатақханада әр 3 қабатқа бір ортақ кір жуғыш машина қойылған. Сондықтан Тинтин төменгі қабатқа түсіп кеткен еді. Мен әлі есік алдында тұр едім. Не істерімді білмей кідіріп қалдым. Сол сәтте Хуадзе жүгіріп келіп есікті тарс жапты. Алдымен есікті жабыңдар, Тинтин келгенде ашамыз, деді ол. Мен болсам есіктің қасында қатып тұрдым. Тинтин келгенде дер кезінде аша алмай қалам ба деп қорықтым. Сол уақытта Хуадзе топтық чатқа да жазып Тинтинді белгілеп қойды. Тинтин қайдасың? Әзірше киімді алма, тез қайт, сыртта өте қауіпті. Тинтин дереу жауап берді. Менде бәрі жақсы, киімімді алып қойдым. Жаңа ғана баспалдақ бұрылысында 2 ер адамды көрдім. Олар жөндеушілерге ұқсайды. Менде қазір кісі өлтіруші туралы жаңалықты естідім. Сәл қорқып тұрмын, бірақ олар мені байқамаған сияқты. Енді баспалдақпен қайтамын. Тоқта, мен олардың жүздерін көріп қалған сияқтымын. Оларың, деп жазып үлгерді. Сол жерде Тинтиннің хабарламасы үзіліп кетті. Артынша есіктің сыртынан асығыс аяқ дыбысы естілді. Дыбыс Тинтин түскен баспалдақ жақтан шықты. Шынымен Тинтинді байқап қалды ма? Мен де Хуадзе де бір-бірімізге қарадық. Екеуміздің көзімізде қорқыныш тұр еді. Егер олар расымен жөндеушілер болса, Тинтинді неге қуар еді? Сол сәтте Хуадзе айтты. Кураторға жазып сұрап көрейін. Шынымен бір жынды кіріп кеткен сияқты. 2 минут өткен соң Хуадзе: бәрі жақсы, куратор айтты. Жатақханаға жынды кірді деген қауесет бар болғаны сөз ғана. Шын мәнінде ол электр сымдарын жөндеп жүрген жұмысшылар екен. Хуадзенің сөзін естігеннен соң ғана менің көңілім орнына түсті. Сол сәтте чатқа Тинтиннен жаңа хабарлама келді. Жаңа ғана қатты қорқып кеттім, деп жазды ол. Бірақ ол расымен жұмысшылар екен. Олар мені қуған жоқ, тек қауіпті аймаққа барма деп тоқтатпақ болған. Қазір жатақханаға қайта бара жатырмын. Біраз уақыт өткен соң дәлізден аяқ дыбысы естілді. Кенет есікті біреу қақты. Мен барып көз тесігінен қарадым. Бұл расымен Тинтин еді. Мен есікті ашқалы жатқанда кенет сырттан ащы айқай естілді. Құлақ жарған қорқынышты дыбыс. Әрі ол төменгі қабаттан шыққан сияқты. Бірақ біздің 5-ші қабатқа дейін анық естілді. Сол мезетте сынып чатына бірнеше хабарлама қатар түсті. Не болып жатыр? Бұлар тек электр желісін жөндеп жатыр деген емес пе? Неге айқай естіліп жатыр? Айтты ғой жатақханаға кісі өлтіруші кіріп кетті деп. Бірақ рас па? Белгісіз. Дыбыс 2-ші қабат жақтан шыққан сияқты. Біреу біле ме не болғанын? Мен 1-ші қабаттан айқайдан басқа бірдеңені пышақтап жатқан сияқты дыбыс естідім. Құдай-ау, қандай қорқынышты. Сол сәтте топтың администраторы бәріне үнсіз режимін қосып қойды. Бір сәт бұрын толасы түсіп жатқан хабарламалар да бірден тынды. Куратор жаңа хабарлама жіберді. Балалар, сабыр сақтаңдар. Қауесет шын болып шықты. Шынымен де жатақханаға есі ауысқан, кім көрінгенде өлтіріп жүрген адам кіріп кеткен. Мектеп полиция шақырды. Полиция келгенше барынша сақ болыңдар. Куратордың хабарламасын оқыған соң кеудемді түсініксіз үрей биледі. Егер куратор рас айтса, онда Тинтин көрген жөндеуші кім болғаны? Мен көз тесігінен қайта еңкейіп сыртқа қарадым. Есіктің ар жағында тұрған адам Тинтиннің киімін киген еді. Бірақ мен есімде. Тинтин шыққанда үстінде басқа киім болған. Сырттағы жарық күңгіртеді, ал Тинтин басын төмен салбырап тұрғандықтан жүзін анық көре алмадым. Бірақ мұқият қарағанымда оның иығы мен қолдары тым ірі екенін байқадым. Бұл қыз емес, ер адам еді. Ол Тинтиннің киімін неге киген? Сол мезетте есіктің сыртындағы адам басын көтерді. Бетінде маска бар екен. Тура көз тесігіне қарап тұр.
Сол сәтте денем дір ете қалды. Біздің есік алдында тұрған бөлмелес емес, Тинтиннің киімін киген қылмыскер еді. Ол тік тұрып, көз тесігіне тесіле қарады. Мен қорқып бір қадам артқа шегіндім. Қайта қарасам, ол жоқ. Көргенімді Хуадзеге айтып бердім. Хуадзе біраз үнсіз тұрды да, егер сен шынымен ер адамды көрген болсаң, ал ол Тинтиннің киімін киіп алған болса, демек Тинтинге бірдеңе болды. Мұны естігенде денем мұздап, орнымда қатып қалдым. Сол сәтте телефоныма жаңа хабарлама келді. Экранда Тинтин әпке деген ат тұр. Бұл Тинтиннің екінші аккаунт еді. Оның 2 телефоны бар екенін менен басқа ешкім білмейтін. Демек бұл хабарлама расымен Тинтиннен. Мен қашып бара жатқанда киімім мен телефоным түсіп қалды. Қазір олардан алыстап кеттім. Сен Хуадзеден сақ бол. Мені қудалаған адамның бетін анық көріп қалдым. Ол Хуадзенің жігіті Сун Хао. Мен 504 бөлмедегі балалармен байланысқа шықтым. Қазір соларға бара жатырмын. Сен бір сылтау тауып Хуадзеден бөлініп шықта, сол жерге кел. Мен саған есік ашам. Осы хабарламаны оқығанда денем тітіркеніп, қорқыныш пен сенімділік аралас сезім билеп алды. Хуадзе менің түрімнен бірдеңе дұрыс емес екенін байқап, мен қорықпа, есікті бекітіп полиция келгенше сабырмен күтейік деді. Оның мейірімді жүзін көріп тұрып, мен ішімнен ойладым. Шынымен бе, Хуадзе жаман адам болуы мүмкін бе? Күнделікті өмірде ол бізге қамқор, жатақханадағы жетекші ретінде бізге әрдайым әпкедей қарайтын. Қалайша ол кісі өлтірушімен сыбайлас болуы мүмкін? Бірақ кенет ойыма бір нәрсе түсті. Есіктің сыртындағы ер адам маска таққанымен, оның көзі Хуадзенің жігітіне қатты ұқсайтын. Мен Хуадзе туралы тағы бір нәрсені білетінмін. Ол мектеп кезінде бұзақы болған. Жиі төбелесіп мәселелерге араласатын. Бірақ кейін түзелген дейді. Сол сәтте жатақханада жарық сөніп қалды. Тіпті бүкіл ғимарат қараңғылыққа батты. Кенет үстіңгі қабаттан айқай естілді. Үрей мен шарасыздыққа толы жан дауысы. Демек өлтіруші біздің қабатқа жеткен. Дәл сол мезетте есік жақтан асығыс аяқ дыбысы шықты. Содан соң қатты тықылдаған дыбыс естілді. Біреу көрші есіктегі 504 бөлменің есігін қақты. Артынша есік сықыр етіп ашылып, біреу ішке кірді. Мен Тинтиннің маған бұрын жіберген хабарламасын есіме түсірдім. Демек енді кірген адам Тинтиннің өзі. Мен мұны пайдаланып есікке жақындағандай болып көз тесігіне қарадым. Сыртта тым тыныш еді. Сосын Хуадзеге қарап, сыртта ешкім жоқ сияқты, бәлкім қауіп сөйілген шығар. Сол сәтте көзім шалынып қалды. Жоғарғы қабатта бір бейне біздің балконға көтеріліп келе жатыр. Көлеңкеден оның маска кигенін аңғардым. Бұл есіктің артында тұрған сол ер адам емес пе? Ал ол Хуадзенің жігіті. Мен есікке арқамды тіреп тұрдым. Бетім балкон жаққа қарады. Хуадзе маған қарама-қарсы тұр. Ол әлі балконда біреу барын байқамаған, маған да күдікпен қарамай тұр еді. Сол сәтті пайдаланып, қалтамнан фонарикті суырып алдым. Қараңғылықты жарып, кенет жарық шаштым. Жарқ еткен жарық Хуадзе мен маска таққан еркектің жүзіне шағылысты. Екеуі де көзін жұмып, шегініп кетті. Сол сәтті пайдаланып, мен жылдам есікті ашып, дәлізге жүгіріп шықтым. Бірақ дәл сол кезде арттан ер адамның ащы дауысы естілді. Сен өлдің, деп айқайлады ол. Және маған қарай бірдеңе лақтырды. Бақытыма орай ауыр нәрсе емес еді, маған еш зақым тиген жоқ. Керісінше мен бар күшімен 504 бөлмеге қарай жүгірдім. Есігіне жетіп, бар даусымен тақылдатып қақтым. Дәліз тып-тыныш болғандықтан менің қаққан дыбысым бүкіл қабатқа естілді. Мен өз орнымды әшкерелеп алдым. Егер 504 есікті ашпаса, менің біткен жерім осы болар еді. Сол сәтте артымнан жүгіріп келе жатқан аяқ дыбысы естілді. Хуадзе мен ер адамның ашулы дауысы жақындап келе жатты. Дәл сол мезетте 504 бөлменің есігі ашылып, менің қолымнан тартып ішке кіргізіп алды. Есік тарс жабылды. Мен еденге құлап, демімді әрең алдым. Енді бөлмеде менімен 6 қыз болды. Бұрын бұл бөлмеде 4 қыз тұратын. Енді мен және мені құтқарған Тинтин қосылды. Сөйтіп бұл бөлмеде 6 қыз болдық. Біршама уақыт өткеннен соң өзіме келіп, жаңа ғана болғанның бәрін сол жердегілерге айтып бердім. Менің есіме түсті. Маска киген ер адам мен бұрын Тинтиннің киімін киген адам, яғни бір адам. Әрі ол Хуадзенің жігіті екен. Тинтин менің сөзімді естігенде, Хуадзе мектепте оқып жүргенде бұзақылармен өте жақын болғанын бұрын естіген екен. Осы кезде қасымыздағы бір қыз әңгімеге қосылды. Сіздер білмейтін шығарсыздар, бірақ Хуадзенің жігіті Сун Хао бұрын біздің қалада өте танымал үздік оқушы болған.
Кіріс емтихандарына дайындық кезінде ол 700-ден астам балл жинаған. Алайда негізгі емтиханда бір себептен нашар тапсырып 300-ге жуық ұпайға ғана ие болған. Мен одан әрі үрейге түсіп кеттім. Бұл адам мүлде қарапайым емес, тіпті жоғарғы интеллекті бар қылмыскер болуы мүмкін. Осы уақытта есік қатты қағылды. Сырттан Хуадзенің даусы естілді. Мен, тез есікті аш, менің жігітім мені өлтірмекші. Бұл сөздерді естігенде бізге оңай болмады. Шын мәнінде дәл қазір болған жайттарды ескерсек, Хуадзені толықтай жаман деп айта алмайсың. Бірақ бір-бірімізге қарап, егер Сунхао шынымен Хуадзені ұстауға тырысса, ол қашып кете алмас еді. Демек мүмкін Хуадзе Сунхао мен қасақана іс жасаушы. Сол сәтте мен иығымнан әлсіз тоқ сыбырын естідім. Шашыма неше түрлі құрылғы жапсырылғанын байқап қалдым. Құрылғыны әлі дұрыс қарамай үлгермей жатқаным сол еді, ішінен ер адамның дауысы шықты. Есікті ашпаңдар, Сунхао. Ол сіздерді өлтіргісі келеді. Дауыс иесі Сунхаоның өз дауысы екені анық болды. Мен басқаларға сыбырлап, бұл Сунхао дедім. Сол сәтте бөлмедегілер қатты абдырап қалды. Сунхао жақсы адам емес пе еді деп таңқалды біреулер. Мен де Тинтин де Сунхаоның қудалағанына тап болдық. Ол бізге талай рет қауіп төндірді. Осы кезде есік сыртындағы Хуадзе қағуды доғарып кетіп қалды. Көз аяқтан сыртты көргім келген, бірақ дәлізде жарық болмағандықтан түк көрінбейді. Осы кезде есік маңынан біреудің тынысы естілді. Біреудің тұрғаны анық. Мен жағдайды басқаларға айтып, көз тесігінен қайта қарадым. Бірнеше минут бойы көз ойықтан қарап тұрдым. Мен енді шегінгелі жатқанда, кенет біреу көз ойықтан жақындап маған қарады. Мен шошып айқайлап жібердім. Ол артқа қарай шегінгенде, ол адамның Хуадзе екенін анық көрдім. Осы сәтте Хуадзе тым қорқынышты және жаман көрінді. Ол бізге былай деді: сендердің еш қайсысын қашып кете алмайсыңдар. Сендер білесіңдер, мен осы іске қатыстым. Бүгін сендердің бәрің өлулерің керек. Біз 6 қыз бәріміз бір-бірімізге қарадық. Бұрынғыдан да қатты қорыққанымыз түрімізден білініп тұрды. Тинтин батылданып есіктің ар жағында Хуадзеге айқайлады: Хуа әпке, біз жатақханада жақсы араласып жүрдік қой. Неге енді бізге бұлай істеп осыншама қатыгездік жасап тұрсың? Тинтиннің сөзін естіген Хуадзенің күлкісі есік сыртында бұрынғыдан да қатты шықты. Не ойлап тұрсыңдар? Мен бұл уақыттың бәрінде сендермен тек ойнап, жақсы қыздың кейпін ғана көрсетіп жүрдім. Ал шын мәнінде менің ең ұнататыным өзге біреудің қорыққанын көру. Мектепте жүргенімде мен жиі басқа балаларды мазақ ететінмін. Кейде шапалақпен ұрып, басын әжетханаға тығу мен үшін түк демес еді. Айтпақшы, бір жолы сондай қорлауға шыдай алмай, терезеден секіріп кеткен қызда болған. Мұны естігенде менің бүкіл дүнием төңкерілгендей болды. Хуадзе жай ғана бір жүйкесі тозған адам емес, нағыз туа біткен зұлым. Мектеп кезінен қатыгез болған екен. Ал мен болсам осындай адаммен бір бөлмеде тұрғаныма сенгім келмеді. Сол сәтте бүкіл жатақханада ащы айқай естілді. Біз бөлмеде тығылып қорқып отыр едік. Сол кезде қайтадан жүректі жарып өтетін айқай естілді. Тағы біреуді өлтіріп қойды ма деген үрей ой келді. Кенет дәліз бұрышынан бейтаныс ер адам пайда болды. Шынымен олар осында серіктерімен жүрген бе? Екеуі тез жоғалып кетті. Жатақханалардың бәрі меңзең күйде қалды. Сол кезде Тинтин сөйледі: менің ойымша жатақханаға кірген өлтірушілер жалғыз емес, тағы да басқалары бар сияқты. Бірақ не үшін бұлай істеп жүргендері белгісіз. Бәлкім басында Хуадзенің нысанасы мен болған шығар. Ал бөлмедегі өзіне ұнамайтын басқа қыздарды жай ғана жолдан алып тастамақ болған болар. Тинтиннің сөзінен кейін бәрі үнсіз қалды. Қанша уақыт өткенін білмеймін, бірақ есік тағы да қағылды. Тинтин көз тесігіне еңкейіп қарады. Бұл көрші сыныптағы Ван Сенсен еді. Есіктің сыртынан ол абыржып айқайлады: құтқарыңдар, артымнан жаман адамдар келе жатыр, мені құтқарыңдаршы. Біз бәріміз сақтықпен қарап есікті ашуға асықпадық. Бір қыз: мен оны танимын, бірақ онша жақын араласқан емеспін, бірақ жақсы қыз сияқты еді. Басқа қыз сөз қосты: қойшы, біз мұнда 6 адамбыз ғой. Тіпті ол жаман адам болса да, бізге бәрібір ештеңе істей алмайды. Мен де Тинтин де үндемедік, тек бір-бірімізге қарап есікке жақындадық. Дәл сол сәтте менің қалтамдағы кішкентай құрылғыдан қайтадан электр сымның сықыры естілді. Сосын Сунхаоның дауысы шықты: Ван Сенсенге есік ашпаңдар. Есікті ашқалы тұрған Тинтин сасқалақтап тоқтап қалды. Бұл не болып кетті өзі? Сол қысқа сәтте Ван Сенсен сыртқа шатамсызданып 503 бөлмеге қарай бұрылды да сол жерден есігін қағып көмек сұрай бастады. 503 бөлме есікті ашты. Содан кейін дәлізден дүрбелең аяқ дыбыстар мен айқайлар араласып естілді. Ван Сенсен жаман адам ба деп бір-бірімізге қарасып қалдық. Бұл нәтиже шынында күтпеген жағдай болды. Біртіндеп сабырлана келе біз маңыздырақ нәрсеге назар аудардық. Ойлансақ, шын мәнінде Сунхао бізді құтқарып жатқан екен. Бірақ неге Сунхао біздің өмірімізді сақтағысы келді?
Ол шынымен Хуаземен бірлесіп жүр ме? Келесі 10 минуттың ішінде тағы бір есік қақты. Дегенмен Сунхао домофон арқылы тағы да ашпаңдар деді. Одан кейін 20 минут өткеннен соң көрші сыныптың тағы бір қызы есік қағып қалды. Ал Сунхао домофонда тек 2 сөз айтты: есікті ашпаңдар. Біз қазір Сунхаоға толық сеніп қалғандықтан тез-ақ есікті аштық. Бақытымызға орай ішке тек бір ғана арықша қыз кірді. Біз одан сырттағы жағдайды сұрап үлгермедік. Сол сәтте сырттан полиция сиренасы естілді. Полиция жетті. Біз сонша қорыққан соң қайтсек те бір тынышталдық. Бірақ біз сәл жеңілдеген сәтте кенеттен сырттан қатты есік қағылды. Сырттан Хуазенің даусы естілді: сендер менің істегенімді әшкереледіңдер. Енді сендер бәрін өлуге тиіссіңдер. Осы сөздермен бірге ол балтаны ұстағандай етіп есік құлпын кесуді бастады. Хуазе Сунхао келгенін байқап дереу: Сунхао, тезірек есікті аш деп айқайлады. Біз бәріміз абыржып үрейге түстік. Өйткені Сунхао бір жағынан бізге көмектесіп жүргенімен ол бәрібір Хуазенің жігіті еді. Мен көз тесігіне қайта үңілдім де Сунхао Хуазенің қолындағы араны жұлып алды. Келесі сәтте ол кенет араны Хуазенің мойнына сермеп қалды. Қан атқылай жөнелді. Хуазе есеңгіреп мойнын қолымен қыса ұстап Сунхаоға сенімсіздікпен қарады. Ал Сунхаоның бетінде бірде-бір сезім жоқ еді. Сен Сун Шаншан есіңде ме? Сен оны итеріп көп қабаттан секіртіп жібергенсің. Ол менің апам болатын. Бүгін түнде апамды қорлағандардың бәрі өледі. Осы сәтте Хуазе құлап түсті. Оның көзінде өкініш пен ащылық толып тұрды. Мен осы университетке апама өшімді алуға келдім, деді ол әлсіреп. Хуазе Сунхаоның қолынан қаза тапты. Бәрін қозғалмаңдар, қаруды қойыңдар, деді біреу. Сол уақытта полиция 5-ші қабатқа кіріп келіп, қаруларын Сунхаоға көтерді. Сунхао қашпады, араны тастап берілуге дайын болды. Кейін полициядан естігеніміз, сол түнде қаза тапқан олардың Сун Шаншанды мазақтағандар ғана болған. Ал қалғандары зардап шекпеген. Полицейлер сондай-ақ біздің кураторымызды да уақытша байлап қойған екен. Тағы бір жайт анықталды. Біздің екінші бөлмелесіміз Сяо Юэде сол жылдары мазақтауға қатысқан болып шықты. Ол шын мәнінде емделуге үйіне кетпеген. Сунхао оны әлдеқашан өлтіріп тастаған екен. Осы оқиғадан алынатын бір үлкен сабақ бар. Егер мектепте немесе қоғамда қысым, қорлау көрсең, оған қарсы батыл түрде тұра білу керек. Мұндай жағдайда ата-анаңа, мектепке хабарлау немесе өзіңді қорғау үшін полицияға жүгіну ең дұрыс әрі заңды амал. Видео ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, комментарийға пікір қалдыруды ұмытпа.